Бисмилlah. Аснафул мәбният, мәбнидің түрлері дейді. Ва минал мәбни. Енді мәбни исімдердің түрлері бар, Ва минал мәбни, мәбни исімдерге мыналар жатады дейді. Ва минал мәбни, мәбнилерден деген сөз, мәбнилерден деп тұр. Мәбнилерден деген сөз, мәбнилерден мыналар деген сөз. Жамилу хуруф, бүкіл харптер мәбниге жатады екен, Бүкіл харптер барлығы мәбни. Мин, фи, иля, ан деген сияқты. Ваказал афғалы мa'адал мудория дейді. Және мудориқтан басқа фиғылдардың бәрі мәбниге жатады дейді. Фиғыл бізде үш түрлі ғой. Мудори, әмір, сосын барып мады, Осы жерде мудори ол өзгереді соңы, ал мады мен әмірдің соңы өзгермейді. Мадиға мысал келтірсек, мысалы катаба десек, ол соңы өзгермейді. Катаба деген фатха болып тұра береді. Ма катаба, ла катаба деп тұра береді. Әмір де сол сияқты, мысалы идриб десе, идриб деген соңы өзгермей сукун болып тұра береді. Ал мудориқтың соңы өзгереді. Мысалы ядрибу деген мудориқты алсақ, лам ядриб, лан ядриба деп өзгереді. Ва алфазун минал асмаи юсамма бa'духа бид-дамаир каана ва анта ва хуа дейді. Ва алфазун минал асмаи, және исімдердің кейбір сөздер мәбни болады дейді. Исімдерде не болады екен? Кейбір сөздер мәбни болады. Сонымен бізде мәбнилер үш түрлі екен. Бүкіл харптер мәбни, фиғылдердің ішінде мадие мәбни және әмірі мәбни, ал мудориға болса мағраб болады, өзгереді. Ал исімдердің көбісі мағраб болады. Исімдердің көбі өзгереді, бірақ исімдердің ішінде өзгермейтіндері бар. Кейбір сөздер өзгермейді. Мысалы вальфазу минал асма дейді. Исімдердің ішінен кейбір сөздер ғана өзгермейді, бірақ көбісі өзгереді. Бa'духа би-дамаир. Мысалы, кейбіреулер дамир деп айтылатын исімдер өзгермейді дейді. Мысалы, ана, мен, анта, сен, хуа, ол деген сияқты. Дамирлер не істемейді? Өзгермейді екен. Соңы өзгермей тұра береді. Ва бa'духа, және бұлай деп айтылатын исімдер өзгермейді. Бе асмаил маусула. Исім маусуладар өзгермейді дейді. Мысалы, аллази, аллати деген сияқты. Вабдадуха би асма ишара, яғни исм ишара деп аталатын кейбір исімдер өзгермейді. Мысалы, хаза, хазихи дегендер өзгермейді. Вабдадуха би асма ишарт, исм шарттар өзгермейді дейді. Мысалы, мән, мәхма деген исм шарттар өзгермейді. Қаншалықты, кім деген. Яғни, не деп айтыр? Бізде өзгермейтіндер сонымен қорытындыласақ үш түрлі екен. Харптер ешқашан өзгермейді, фиғылдар өзгермейді, тек қана мудорих өзгереді, ал мади мен әмір өзгермейді. Ал исімдердің ішінен көбісі өзгереді, тек қана өзгермейтіндері дамирлер өзгермейді, сосын барып исім маусулалар өзгермейді, сосын барып исім ишаралар өзгермейді, сосын барып исім шарттар өзгермейді екен. Енді түсіндіреді. Алимта анна калимати лайсат куллуха мабниятун дейді. Сен сөздердің бәрі мәбни емес екенін білдің дейді. Сен білдің сөздердің бүкілі мәбни емес екенін білдің дейді. Вала куллуха му'рабатун, және де бүкілі му'раб емес екенін білдің дейді. Бәл, керісінше, минхама хуа мәбнияту, а минхама хуа му'рабатун. Керісінше, кейбіреулері мәбни, кейбіреулері му'раб дейді. Ва сабақа лака анна калимати саласату ануа, және саған алдын келді сөздердің үш түрі болатыны алдын келді дейді. Афхал ва асмал ва харуф. Сөздер қандай болады екен? Фиғл, исм, харф деп үшке бөлінетін келді дейді. Ваммал хуруфу факуллуха мәбния. Харфтерге келсек, бүкілі мәбни дейді. Вахия хамсату ақсамин. Харф өзі 5 түрге бөлінеді дейді. Харфтердің бәрі мәбни. Ол харфтер өзі 5 түрге бөлінеді дейді. Енді 5 түрлі харфты айтады қазір. Харфтер өзі 5-ке бөлінеді екен, әріптердің санына. 1 әріпті, 2 әріпті, 3 әріпті, 4 әріпті, 5 әріпті деп. Бұл харфтердің бәрі не болады? Мәбни болады. Өзгермейді соңы. Бір әріпті, ухадиятун деген бір әріпті деген сөз. Мысалы, хамза сияқты, бә, та, син, фә, каф, ләм, вау сияқты дейді. Мысалы, асафара Ибрахим сапарға шықты ма? Ә деген не бұл жерде? Хар. Хамза деп, хамзаға мысал беріп жатыр. Катабту бил қаламика, сенің қаламыңмен жаздым дейді. Бұл жерде биге мысал беріп жатыр. Би деген харф өзгермейді. Хараж атил жарияту ва вастарджиу. Қыз шықты,
және жақын арада қайтады дейді. Сә дегенге мысал беріп жатыр, синге мысал беріп жатыр. Сә деген харп. Дахала инда султани уламау вал фал умарау дейді. Сұлтанға, басшының алдына ғалымдар, артынша әміршілер не істеді, кірді дейді. Бұл жерде фә дегенге мысал беріп жатыр, міне фәге мысал беріп жатыр. Ал-илму кән-нур, ілім нұр сияқты. Бұл жерде кә деген мысал беріп жатыр, кәфке. Ал-ақибату ләкум, соңғы нәтиже, яғни соңындағы пайдалы нәтиже сендер үшін болады дейді. Бұл жерде ләмге мысал беріп жатыр, лә дегенге мысал беріп жатыр. Тасудуна бил илми вәл әдәб дейді. Іліммен және әдеппен басшы боласыңдар дейді. Бұл жерде неге мысал беріп жатыр? Вауге мысал беріп жатыр. Ва деген харф бұл жерде. Васунаия, екі әріпті харптер бар дейді сосын. Мысалы, әл, әм, ән, ин, бәл, қод, ләу, хәл сияқты. Мысалы, ақарибун әс-сафару әм бәид дейді. Сапар алыс па, әлде жақын ба? Әм дегенге мысал беріп жатыр. Әлге мысал беру керек еді негізінде. Бірақ әмге мысал беріп кетті. Са ясурруни ән тауда, сенің қайтуың мені қуандырады дейді. Бұл жерге әнге мысал беріп жатыр. Ен тархам турхам, егер тархам мейірімділік танытсаң біреуге, турхам сен мейірімділік танытылады, саған мейірімділік танытылады. Инге мысал беріп жатыр. Ләм ядхаб Юсуфу бәл Ибрахиму. Юсуф кетпеді, бәл керісінше Ибрахим кетті дейді. Бұл жерде бәлге мысал беріп жатыр. Қада шәһәтту қитара, анығында пойызды көрдім дейді. Бұл жерде қодге мысал. Ләу әнсафан насу ләстараха қади, егер де адамдар әділ болса, истараха қади, қазы сот демалатын еді дейді. Бұл жерде ләуге мысал. Хәл жаәл миаду, уәде келді ме дейді. Уәде етілген нәрсе келді ме дейді. Бұл жерде неге мысал беріп жатыр? Хәлге мысал беріп жатыр. Енді бұл харптердің бәрі мәбни екен. Үш харптер. Мысалы, иза, ала, иля, инна, сауфа, ала, лейта, наам сияқты. Мысалы, зонантуху ғаибан, иза, хуа, хадирун дейді. Зонантуху, мен оны ойладым, ғаибан, жоқ екен деп ойладым. Иза, сөйтсем, хуа, хадирун, ол бар екен дейді. Иза дегенге мысал беріп жатыр. Үш харп. Ала инна асбабал ғина ләкәсир. Ала біліп қойыңдар, инна расында асбабал ғина, байлықтың нелері, жолдары кәсир көп дейді. Бұл жерде алаге мысал беріп жатыр, иннаға мысал беріп жатыр. Сауфа тара дейді, жақында көресің, сауфеге мысал. Лайта ли қинтаран мина зәхаб дейді. Шіркін мен үшін бір қинтар алтын болса ғой дейді. Қинтар деген не ол? Қинтар деген 44 бүтін мыңнан 10.928 килограмм екен. 45 килограмм олайша айтқанда. 45 килограмм алтын болса екен дейді. Альхамдулилля. Наам дейді. Иә дейді. Иә дейді. Бұл наамге мысал. Жауабан лиман қала атунфиқуху фил хайр. Жауап берген кезде наам деп айтасың дейді. Лиман қала саған біреу былай деп айтса, атунфиқуху, сен оны жұмсайсың ба фил хайр, жақсылықта. 45 килограмм алтын жақсылықтан жұмсайсың ба десе, наам деп жауап бересің. Рубаи, 4 әріпті харптер. Мысалы, изма, илля, имма, амма. Мысалы, кәәнна, лаалла дейді. Мысалы, изма, татааллам, татақаддам. Егер де татақаддам, қашан сен татааллам үйренсең, татақаддам алдыға шығасың. Измаға мысалы. Кулу шайин халикун илля вачха. Кулу шайин бүкіл нәрсе халикун жойылады, илля вачха, тек Аллахтың өзі ғана қалады. Бұл жерде илляға мысал. Қассара харисани аммал аувалы фатаракал баба ва аммасани фанамады. Қассара кемшілік жіберді дейді. Ал-харисани екі күзетші кемшілік жіберді дейді. Амма ал-аувал біріншісіне келсек, фатаракал баба біріншісін істеді, есікті тастап кетті дейді. Ва аммасани ал екінші күзетші не істеді? Фанама ұйықтады дейді. Екеуі де не істеді? Кемшілік жіберді. Бұл жерде аммаға мысал беріп отыр. Амма яхдуру саидун имма гадан ва имма бa'да гад дейді. Саид
келеді, немесе ерте, немесе ертеңнің ары күні дейді. Бұл жерде имаға мысал. Қадимал худжажу хатта мушаату дейді. Келді қажылар, тіпті жаяулар да келді дейді. Бұл жерде хаттаға мысал. Кааннака кунта маана, сен бізбен бірге болған сияқтысың дейді. Келді кааннакаға мысал. Лаалла жауа яатадил, мүмкін ауа жылы болатын шығар дейді, орташа болатын шығар. Бұл жерде лааллаға мысал. Хумаси 5 әріпті харіптер дейді. Қандай 5 әріпті харіптер бар екен? Иннама, аннама, лакинна мысалы. Иннама юха илайя аннама илахукум илаху вахид. Иннама маған тек юха вахи етіліп атыр. Илайя маған вахи етіліп атыр. Не деп? Аннама деп, илахукум тек деп, илахукум илаху вахид. Сендердің құдайларың жалғыз құдай деп. Маған тек сендердің құдайларың жалғыз құдай деп вахи етіліп атыр дейді. Иннама, аннамаға мысал 5 әріпті. Юсуфу ғани лакиннаху бахи дейді. Мәса. Юсуф бай дейді, бірақ та ол не? Сараң. Бұл жерде лакиннаға мысал беріп. Бұл харіптер екен, харіптердің бүкілі не екен? Мәбни екен. 1, 2, 3, 4, 5 әріпті харіптердің бәрі мәбни екен. Енді фиғылға келейік. Фиғылдардың қайсысы мәбни? وأما الأفعال فعلдарға келсек, فالماضي والأمر منهما مبنيان дейді. Фиғылдың ішінде мадиы және әмірі ол екеуі не? Мәбни дейді. الأول على فتح. Мадиға келсек, фатхаға мәбни дейді. وثاني على السكون. Екіншісі сүкінге мәбни дейді. Мысалы, катаба десек, өзгермейді катаба деген, ол фатхаға мәбни дейді. Ма катаба, ла катаба деп тұра береді. Енді бұл жерде мәселелер бар, оны кейін өтеміз. Кейбір кезде басқа жағдайлар болады. Ал, яғни сүкінге, фатхаға емес, сүкінге мәбни болады кейбір кезде, катабта деген кезде. Немесе дамаға мәбни болады, катабу деген сияқты. Оның мәселені кейін өтеміз. Сәни екінші әмір сүкінге мәбни болады дейді. Мысалы, идриб десе сүкінге мәбни болады. Бірақ бұл әшейін бетін ғана айтылып жатыр, кішкене алғаш түсіну үшін. Кейбір кезде нұнның қасып болуына мәбни болады, идрибу деген сияқты. Оны кейін өтеміз. Ал білу керек бізге не? Әмір мен мади мәбни болады екен. Вал-мудари муърабатун илля иза тасара бихи нуну таукид дейді. Ау нуну инас дейді. Мәсаған, қиын мәселеге бізді кіргізіп жүрді. Мына жерде қиын мәселеге бізді кіргізіп жіберді. Мудари, мысалы мудариқа келтірсек, мысалы юс жану деген мудариқты алсақ, юс жану десек. Юс жану түрмеге жабылады деген мудариқты алайық. Юс жану деген мудариқ ол муъраб. Не үшін? Ол өзгереді соң. Мысалы, лән айтсақ, ләмді айтсақ, ләм юс жан деп соң өзгереді. Немесе ләнді қойсақ, лән юс жана деп өзгереді. Соң өзгереді. Ал егерде соңынан нұн таукид жалғанса, нұн күшейтетін нұн жалғанса, бұл юс жану деген сөз өзгермей қалады. Фатқа өзгермей тұрады. Мысалы, юс жананна деп айтсақ, міндетті түрде ол түрмеге жабылады деп айтсақ, алдына лә қойсақ та, ләм қойылмайды, енді ләнді қойсақ та өзгермей, осы фатқа болып тұра береді. Юс жананна, ла юс жананна, лән юс жананна деп, нау несі? Фатқасы өзгермей тұрады. Яғни нұн таукид жалғанса, ол фатқаға не болып қалады екен? Мәбни болып қалады. Бұл мәселені кейін өтеміз. Оны айтып жатыр, файобна аля фатқа дейді. Ол фатқаға мәбни болады дейді, егер таукид жалғанса. Мысалы, вазалика қаулихи тағала, Аллах тағаланың сөзі сияқты, ла юс жананна, ол міндетті түрде түрмеге жабылады, валайкунан және болады, минас сағирин, дәрежесі кішірейтілгендерден болады. Екінші, нұн инас жалғанса. Ай нұн нисва, әйел тегі нұн жалғанса, файдаттал бихи иттасарат бихи фиал мудари, биннуны нисвати юбна аля сукун дейді. Егер фиал мудариқа әйел тегі нұн жалғанса, онда сукунге мәбни болады. Мысалы, вал-валидату юрди'на авалидатухунна хаулайни камилайни. Вал-валидату аналар юрди'на емізеді, ауладахунна өздерінің балаларын хаулайни камилайни 2 толық жыл емізеді. Осы жерде юрди'наны алайық мысалы. Юрди'на әйел тегі нұны жалғанбаса, бұл юрди'у болады. Юрди'у деген сөз өзгереді. Лан юрди'a, лам юрди'a, лам юрди'a, юрди'у деп соңы өзгереді. Ал егерде әйел тегі нұны жалғанса, юрди'на деп соңы өзгермейді. Сукун болып тұра береді. Юрди'у деген сөз сукун болып тұра береді. Лам юрди'на,
лән юрди'на деп не істейді, соңы өзгермейді. Бұл екі мәселен кейін толығырақ өтеміз. Аммал асма дейді, исімдерге келсек дейді. Факулуха ма'рабатун, исімдердің бүкілі му'раб болады дейді. Иля альфазу махсура, тек қана белгілі бір исімдер сөздер ана не болады, мәбни болады. Исімдердің жалпы бүкілі му'раб, соң өзгереді. Тек қана белгілі бір исімдер не істейді, мәбни болады екен. Факулуха му'рабатун, бүкілі му'раб, иля альфазун махсуратын, тек қана шектеулі сөздер ғана мәбни болады. Юсама бұрдаха биддамайр. Сол шектеулі исімдердің кейбіреулері дамир деп айтылады, кейбіреулері исми усуля деп айтылады, кейбіреулері исми шара деп айтылады, кейбіреулері исми шарт деп айтылады. Дамирлерге келсек, олар мыналар дейді. Ана нахну, мен, біз, сен қыз, сен екеуің, сендер еркектер, сендер әйелдер, ол әйел, ол еркек, ол әйел, ол екеуі, олар еркектер, олар әйелдер, ия, мені. Ана деген мен болсын, ия деген мені немесе маған деп аударылады. Ияна бізді немесе бізге, ияка сені немесе саған, сені немесе саған қыз үшін, әйел үшін, сенде екеуіңе, немесе сен екеуіңе, иякум сендерге немесе сендерге немесе сендерді, сендерді немесе сендерді немесе сендерге әйел үшін, ияху оған немесе оны, ияха оған немесе оны әйел үшін, ияхум ол екеуіне немесе ол екеуін екілік үшін, ияхум оларды немесе оларға, оларды немесе оларға әйел үшін. Тусама хазихи бидамаири мунфасила дейді. Мунфасилатун, бұл бөлінген дамир деп айтылады дейді. Осы дамирлер не болады екен? Мәбни болады екен. Бұлар мунфасил деп айтылады, бөлінген дамир деп айтылады. Өйткені сөзден бөлек болып, өзі жеке болып келеді. Ал кейбір дамирлер сөзбен бірігіп келеді. Ва маттасала бил фи'ли фи нахви ва биддамаир мунфасила дейді. Ва маттасала бил фи'ли фи нахви. Және басқа бір дамирлер бар дейді, фиғылмен қосылып келеді дейді. Ал дамирлер не істеп келеді? Фиғылдан бөлек болып келеді. Ал кейбір дамирлер фиғылмен немесе исіммен, басқа исіммен бірігіп келеді. Мысалы, катабту дегендегі ту, мен жаздым, біз жаздық, сен жаздың, сен әйел жаздың деген сияқты. Ту, на, та, ти, тума, тум, тунна, катаба дегендегі хуа жасырын дамир бар. Катабат дегенде хия деген жасырын дамир. Катаба дегендегі алиф, катабата дегендегі алиф, катабу дегендегі вау, катабна дегендегі нун, бұлар не болады екен? Дамир муттасил деп айтылады дейді. Ажыр бір нәрсе жазып қойып, оқымай қойық. Ва маттасала бил фи'л ва бил исми фил нахви. Және исіммен және фи'лмен жалғасып келетін дамирлер болады дейді. Бір дамирлер тек қана мына дамирлер не екен? Маттасал бил фи'ли, фи'лмен жалғасып келетін дамирлер. Үнемі фи'лмен қосылып келеді. Ал екінші дамирлердің түрі тек қана фи'лмен де исіммен де жалғасып келеді. Ал мына дамирлер фиғылмен де исіммен де жалғасып келеді. Мысалы, алламани, мені үйретті, китаби, менің кітабым. Мына жерде фиғылмен ни деген, и деген дамир фиғылмен жалғасқан, мына жерде и деген дамир исіммен жалғасқан. Алламана, бізді үйретті, китабуна, біздің кітабымыз. На деген дамир фиғылмен, екіншісінде исіммен жалғасқан. Алламака, сен үйретті, китабука, сенің кітабың. Ка деген дамир біріншісінде фиғылмен, екіншісінде исіммен жалғасқан. Алламаки, сен үйретті, китабуки, сенің кітабың. Алламакума, китабукума, бүкіл осылай кете береді. Алламакум, китабукум, алламакунна, китабукунна, алламаху, китабуху, алламаха, китабухума, алламахума, китабухума, алламахум, китабухум, алламахун, китабухун. Осы жердегі хунна деген біріншісінде фиғылмен, екіншісінде исіммен жалғасқан. Бұл не екен? Бұл дамирлер фиғылмен де исіммен де жалғасатын дамирлер.